Осы жылдың 29 қаңтарында Жаңаөзен қаласы полиция басқармасының ұйымдастыруымен мигрант 2021 шұғыл шарасы өтті. Шара аясында мониторингтік топ мигранттарды тексеріп, бірнеше нысандарды аралады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жаңаөзен қаласы полиция басқармасында ақпанның 1 мен 5 аралығында мигрант 2021 жедел профилактикалық іс-шарасы ұйымдастырылды. Шараның басты мақсаты шетел азаматтарының Қазақстанға кіру және жүру тәртіптерін бақылау. Полицейлер қаламыздағы 135 шетелдікті анықтады. Олардың қатарында Қарақалпақстан, Өзбекстан, Түркменстан азаматтары бар. Мигранттардың басым көпшілігі ер азаматтар. Тексеріс кезінде қаладағы 50-ге жуық нысан қаралып, заңсыз жүргендер анықталды. Атап айтар болсақ, тәртіп сақшылары супермаркет, көлік жуу орындары мен сауда орталықтарын, сондай-ақ базарларды тексерді. Көшеде ұсталғандар жедел басқару орталығына жеткізілді. Олардың төлқұжаты тексеріліп, түсініктеме толтыртты. Барлығы 42 азамат жауапкершілікке тартылды. 1 мен 5 аралығында өткізілген мигрант 2021 жедел профилактика іс-шарасы өткізілді. Бірнеше шетел азаматтары ұсталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл біздің соңғы рейдіміз емес, бұдан әрі рейдтер жалғасын табылады. 6 шетел азаматы Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен шығарылды. 4 шетел азаматының жеке басын анықтайтын құжаттың болмауына байланысты Маңғыстау облыстық полиция департаментінің қабылдау бөлу бөліміне қамалды. Айта кетейік, жедел профилактикалық іс-шарасы бүгін аяқталады дегенмен, тәртіп сақшылары арқаны кеңге салуға болмайтынын жеткізді. Мөлдір Абиева, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.